Сәлем достар, эфирде 36 Алтайдары. Студияда мен Талғат Қажмұхан. Сіз дәруменнің ағзаға деген пайдасын білесіз бе? Дәруменні сүйек үшін емес, ол біздің иммунитеттің бас қолбасшысы. Дәрумені жеткілікті болса, вирустарды оңай кетіреміз. Көңіл күйіміз тұрақты болады, шаш, тырнақ берік болады. Ал қыста күн аз болғандықтан біздің 80%-ымыздың оның тапшылығы бар. Ал дәрумені жетіспесе не болады? Жиі ауырамыз, тез шаршаймыз, ұйқымыз бұзылады. Балалардың өсуі баяулайды, ересектердің бұлшық еті ауырады. Себебі дәруменнің тамақтан 10 ғана пайызын аламыз. Достар, егер мен айтқан ақпарат пайдалы болса, лүпіл басып пікір жаза кетіңіздер. Аман сау болыңыздар.